Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар, тыңдаушылар. Бүгін сіздердің назарларыңызға тамақ өндірісінің жалпы технологиясы пәні бойынша қант өндірудің жалпы технологиясы, қантты жіктелу мен ассортименттер тақырыбын ұсынып отырмын. Осы тақырып бойынша тақырыптың жоспары, қант өндірудің жалпы технологиясы, қанттың жіктелуі мен ассортименттері, қанттың тағамдық құндылығы және сапа көрсеткіштері. Қант қызылшасы қант қамысынан және қант құрағынан алынатын тағамдық өнім. Ақ сары немесе қоңыр түсті, тәтті дәмді кристалл. Қант және шақпақ қант рафинат түрінде шығарылады. 100 грамм қанттың энергетикалық құндылығы, яғни калориялығы 1,168 килоджоульді және 400 килокалория шамасында болады. Құрамы жағынан қанттардың көпшілігі көмірсутектің сумен қосылысы болып келеді. Мысалы, гексоза, сахароза, сондықтан оларды көмірсулар деп атайды. Қант кондитер, нан пісіру, консервілеу, шарап жасау және басқа өндірістерде пайдаланылады. Тағам ретінде қолданылатын қант адам организмінің қалыпты тіршілік етуіне бірден-бір қажет химиялық заттар, қанттар мен көмірсулар тобына жатады. Көмірсу және май алмасуының бұзылуымен бірге жүретін кейбір ауруларда диабет, семіру, қантты пайдалану бірден шектеген жөн. Дене еңбегімен жеткілікті дәрежеде айналыспағанда, әсіресе қарт адамдарға қантты мөлшерден тыс пайдалану жүрек қан тамыр ауруларын туғызады. Қант күрделі, крахмал, лактоза, сахароза және қарапайым глюкоза, фруктоза болып екі топқа бөлінеді. Қантты алғашқы рет ашқан ғалымдар қант қызылшасындағы қантты таза күйінде 1747 жылы неміс химигі Марграф алған. 1811 жылы орыс химигі Киргов алғаш рет крахмалды гидролиздеп глюкоза алған. Алғаш рет глюкозаның дұрыс эмпирикалық формуласын 1837 жылы швед химигі Берцелуис ұсынды. Көмірсуларды формальдегидтің қатысында синтездеуді 1861 жылы Бутлеров жасады. Осы ғалымдар алғашқы рет қанттарды ашқан ғалымдардың қатарына кіреді. Ең кең тараған күрделі қант крахмал нанның, картоптың, жарманың құрамында болады. Көкөністерде, жемістерде және басқа да кейбір азық-түліктерде крахмалдан басқа лактоза, сүт қанты, өзіндік ас қанты, сахароза, қызылша немесе қант құрағы да болады. Бұл өнімдерде жай қантта кездеседі. Олардың ішінде ең жиі тарағаны глюкоза, бұл жүзім қанты болып келеді, және жеміс-жидек қанты. Ас қантын, сахарозаны қант қызылшасының тамырынан және қант құрағынан алады. Ас қорыту кезінде әлсіз қышқылдар мен ферменттердің әсерімен ас қанты глюкоза мен фруктозаға бөлініп, организмге тез сіңеді. Ас қанты 200 градустан жоғары қыздырылғанда бояғыш заттар, яғни қанттың карамельденуі пайда болады. Және бұл процесс кондитер өнеркәсібінде кең қолданылады. Қоюланған 65%-дан астам қант өндірісін консервілеуге болады. Қайнатпа, жем, сондай-ақ жеміс пен жидекті консервілеуде қанттың қолданылуы осыған негізделген. Қанттың орнына қолданылатын заттар бұларға сорбит пен ксилит жатады. Оларды қантты пайдалануға болмайтын жағдайда, қант диабетімен ауырғанда, семіргенде қолданылады. Сорбит ақ түсті, тәтті, иіссіз және суда жақсы еритін кристалды ұнтақ. Ол шетеннің жемісінде және көптеген жеміс-жидектердің құрамында болады. Сорбиттің тәттілігі қантқа қарағанда 2 есе аз. Организмге сіңгеннен кейін қандағы қант мөлшерін арттырмайды.
Диабетпен ауырғандардың ұзақ уақыт бойына тәулігіне 100 граммға дейін сорбитті пайдалануға, оның толығынан зиянсыз екендігін анықталды. Сондай-ақ оны өт қызметін жақсартуға пайдаланады. Кісірек те сорбит сияқты қолданылады, 50 граммнан артық пайдалануға болмайды. Сахароза кәдімгі тағамдық қант, ол қант қызылшасы мен қант қамысында көп мөлшерде кездеседі. Мальтоза бұл солод қантты. Мальтозаны солод құрамындағы крахмалды ферменттер қатысында гидролиздеу арқылы алуға болады. Қант өндірісінің негізгі шикізаты ретінде өнеркәсіптік деңгейде қант құрағы қолданылады және қант қызылшасы қолданылады. Қант құрағы, сахарный тростник дақылды топқа жатады және Кубада, Мексикада, Үндістанда, Австралияда және басқада елдерде, ауа райы ыстық елдерде өндіріледі. Бүгінгі таңда әлемде өндірілетін қанттың 3/2 бөлігі қант құрағынан алынады. Осы керемет дақылдың биіктігі 6 метр және жуандығы 50 мм-дан аспайды. Құрақтың сабағында сахарозаның мөлшері қант қызылшасымен салыстырғанда біршама төмен. Алайда осы дақылдың қант қызылшасына қарағанда өнімділігі әлде қайда жоғары. 1 гектарына қант құрағының қант қызылшасымен салыстырғанда 2 есе деңгейде көп қант алынады. Ресейде қант өндірісі өнеркәсібіне негізінен қант қызылшасы қолданылады. Еуропада қант өндірісі орта ғасырға жетіп, 11-12 ғасырларда әлемдік танымалдыққа ие болды. Қазіргі әлемде өндірілетін қанттың 60% қамыс қанты, ал қалған 40% қызылша қанты болып келеді. Сонда да қарапайым қызылша қант көп қолданылады. Қант өндіру тағам өндірісіндегі ең ірі салалардың бірі. Онда құмшекер және шақпақ қант шығарылады. Қазіргі кезде Ресей Федерациясында 95 қант қызылшасының зауыттары жұмыс істейді. Олар аса ірі кәсіпорындар болып табылады. Тәулігіне орташа 300 мың тонна қант қызылшасын өңдейді. Біздің елімізде қант құрамында 17,5% қант болатын қант қызылшасынан өндіріледі. Қант өндірісінің негізгі процестері қызылшаны жуу, жапырақтарын ақшалап турау, диффузиялық аппараттарда өңдеу, диффузиялық шырынды тазарту, бұл жерде дефекация, сатурация және сультификация процестері жүргізіледі. Тазартылған шырынды булау, қою шырынды құрғақ заттарды 92%-ға дейін болғанша қайнату, центрифугалау, ұнтақты кептіру, салқындату, мұның нәтижесінде ұнтақ қант алынады және кесек қант, құмшекер қанттан жасалынады. Қазақстанда жылына 400 мың тоннаға дейін қант тұтынылады. Елімізде небәрі 2 облыс қант қызылшасын өсіреді. Қазақстандағы қанттың 95% шетелдік шикізат қант құрағынан дайындалады. Ал шикізаттың небәрі 10% ғана отандық өнімнен алынады. Қазақстанға жеткізілетін қанттың басым бөлігі Бразилиядан келеді. Қант өндірудің дүниежүзілік көшбасшысы бұл Бразилия елі болып танылады. Мұнда қант құрағы мыңдаған гектар алқапқа өсіріледі. Тропиктік аймақта ғана өсетін құрақтың өнімділігі өте жоғары, жылына 2 маусым өнім алуға мүмкіндік береді. Дүние жүзінде өндірілетін қанттың 24% Бразилияның үлесінде. Дәл сол сияқты қант өндірісін жолға қойған мемлекеттердің бірі Таиланд пен Үндістан. Еуропадағы ірі өндірушілер Германия мен Финляндия. Ал Ресейде қанттың 2% ғана өсіріледі. Қант зауыттарында қант қызылшасынан қант өндіру процесі келесідей кезеңдерден тұрады. Қызылшаның бөгде заттардан тазалау, қызылшаны жуу, өлшеу және қызылша жаңқаларын, яғни стружкаларын алу, қызылша жаңқаларынан
диффузиялық шырын алу, диффузиялық шырынды тазарту, буландыру, шырынды қоюландыру, утфель қайнату және кристалдау, және кристалды қант алу, кептіру, салқындату, қораптау және оны өнімді сақтау процестерінен тұрады. Қазақстанда алғаш рет қант өндіру үшін 1933 жылы Меркеде, 1934 жылы Талдықорғанда қант зауыттары іске қосылды. 1936 жылы Қызылша өңдейтін Тараз қант зауыты салынды. 1942 жылы Алматы қант зауыты пайдалануға берілді. Және 1947 Қарабұлақ қант зауыты, 1963 жылы Шу қант зауыттары іске қосылды. Қант сапасын екі стандарт бойынша, құмшекер және рафинат қант бойынша бағалайды. Құмшекердің түсі жылтыр, ақ түсті, ал рафинат қант көгілдір, реңді, дақсыз, бөтен қоспасыз болуы керек. Дәмі құрғақ күйінде де, сулы ертіндісінде өте тәтті болуы керек. Суда толық еру керек, ертіндісі мөлдір, тұнбасыз болуы керек. Стандарттармен ылғалдылығы, сахароза мөлшері, қанттың мөлшері, қанттың суда еру ұзақтығы нормаланады. Сахарозаның мөлшері 97%-дан аз болмауы керек. Рафинат қантта сахароза мөлшері 99,9%, ылғалдылығы 0,1-ден 0,4%-ға дейін болуы керек. Құмшекерді 5-25-50 килограммдық қаптарға немесе полиэтилен қаптарға буып түйеді. Қантты таза құрғақ желген бөлмелерде сақтау керек. Сақтау кезеңдігі қант ылғалдалудан бұзылады. Қантты сақтау кезінде қолайсыз өзгерістер болдырмау үшін қалыпты жағдайларды қадағалау керек. Құмшекерді сақтауда салыстырмалы ауа ылғалдылығы 70%-дан аспауы керек. Құрметті білім алушылар, тыңдаушылар, назарларыңызға рахмет. Бүгіндікке осы. Сіздермен кері байланысқа үміттенемін.